20 ғасырдың 40 жылдарында Қазақстан КСР құрамындағы депортацияланған халықтардың мекеніне айналды. Бұл үдеріс сталиндік саясаттың нәтижесінде жүзеге асты. Кеңес өкіметі кейбір халықтарды сенімсіз деп танып, оларды тарихи отандарынан күштеп көшірді. Сол халықтардың басым бөлігі Қазақстан аумағына жіберілді. Қазақстанның депортацияланған халықтардың өлкесіне айналуы бірнеше себепке байланысты болды. Біріншіден, Қазақстан аумағының кеңдігі мен халық санының салыстырмалы түрде аз болуы. Екіншіден, темір жол желілерінің болуы көшірілген халықтарды орналастыруды жеңілдетті. Үшіншіден, республика тыл аймағы ретінде бақылауға қолайлы саналды. Депортация нәтижесінде Қазақстанның демографиялық құрамында үлкен өзгерістер орын алды. Елге корейлер, немістер, шешендер, ингуштар, татарлар және басқа да халықтар қоныстандырылды. Бұл жағдай қазақ халқының үлес салмағын азайтып, көп ұлтты қоғамның қалыптасуына келді. Депортацияның салдары ауыр болды. Көшірілген халықтар аштыққа, ауруға, ауыр еңбекке ұшырады. Соған қарамастан, қазақ халқы депортацияланған жұртты қабылдап, қол ұшын созды. Бұл өзара түсіністік пен адамгершіліктің айқын көрінісі болды. Қорытындылай келе, Қазақстанға КСРО халықтарының депортациясы ел тарихындағы ең күрделі кезеңдердің бірі. Ол демографиялық өзгерістерге ғана емес, Қазақстанның көп ұлтты тағдыры ортақ қоғам ретінде қалыптасуына да әсер етті. Бұл тарих қасірет пен төзімнің, адамдық қасиеттің сабағы.